Алматы қаласында Алматыда Аманат партиясы партиясының сайлауалды бағдарламасының реализации предвыборной программы города. 2023 жылы Аманат партиясының сайлауалды бағдарламасы бекітіліп, оны Алматы қаласында жүйелі түрде жүзеге асыру басталды. 3 жыл ішінде қалада 34 мың оқушыға арналған 20 жаңа мектеп салынып, 2 мыңға жуық орынға арналған қосымша ғимараттар пайдалануға берілді. 1600 орындық 7 балабақша ашылды. Мектеп автобусы жобасы іске қосылып, бүгінде 200 автобус күн сайын 12 мыңнан астам баланы тасымалдайды. Денсаулық сақтау саласында бір ауысымда 1100-ден астам адам қабылдайтын 5 заманауи медициналық нысан пайдалануға берілді. Әлеуметтік инфрақұрылым дамып келеді. Дене шынықтыру, сауықтыру кешендері мен қосымша білім беру орталықтары салынды. Мемлекеттік қуыршақ театрына күрделі жөндеу жүргізілді. Жастарға ерекше көңіл бөлінді. Алматы жастары бағдарламасы аясында 4500-ден астам жас баспанамен, ал 30 мыңнан астам жас жұмыспен қамтылды. Қалалық инфрақұрылым ауқымды түрде жаңартылуда. 700 шақырымнан астам жол салынып, жөнделді. 330 шақырымнан астам сумен жабдықтау желілері жаңғыртылды. Электр және жылу желілері жаңартылды. 1000-нан астам аула абаттандырылып, 224 тұрғын үй жөнделді. 331 лифт ауыстырылды. Қоғамдық көлік айтарлықтай жаңарды. 1200 газбен жүретін автобус пен 212 троллейбус сатып алынып, 120 елді мекенді қамтитын қала маңы бағыттары іске қосылды. Бұл жүзеге асырылған бастамалардың бір бөлігі ғана. Бүгінде Алматы Аманат партиясының сайлауалды бағдарламасын кезең-кезеңмен орындаудың және қала тұрғындарының өмір сапасын арттыруға бағытталған нақты шешімдердің нәтижесі.